Жәнібек Әлімханұлы WBO чемпионы Деметриус Андрадені жекпе-жекке шақырды. Бұл туралы қазақстандық боксшы Instagram парақшасында жариялады. Сен мықты боксшылармен шыққың келе ме, әлде танымалдармен бе? Егер орта салмақтың үздігімен шыққың келсе, мен дайынмын. Әуесқой бокста менде 300-ден аса кездесу болды. Мен әлем чемпионымын, Азия чемпионымын. Кәсіпқойдағы рекордым 7-0. WBO рейтингіне номері 13-пін. Мұның бәрін сен жақсы білесің. Әлемге бокс өнерін көрсетейік. Жанкүйерлерге бұл үлкен сый болады деп жазды Жәнібек ағылшын тілінде. Артынша қазақшалап, әлем чемпионын жекпе-жекке шақырып жатырмын. Бұларды жеңуге де соғуға да болады. Тек жекпе-жек ұйымдастырылса болды. Белбеуге жетпей тоқтамаймын. Бұйырса ол біздікі болады дегенді де қосты. Әрине бұл батыл шақыру. Дегенмен Андраде мұны қабылдай ма? Ай қайдам. Дәл қазір бұл мүмкін емес көрінеді. Кәсіпқой бокс бұл таза бизнес. Ал осы тұрғыдан қарағанда Жәнібекке аздап танымалдық жетіңкіремейді. Қанша мықты болсаң да, коммерциялық тұрғыдан сәтті болмасаң, үлкен есімдердің назарын аударуы қиын шаруа. Естеріңізге салайық, 26 жасар қазақстандық кезекті кездесуін 9 қараша күні ақш-тың Фресно қаласында өткізеді. Қарсылас анықталмаған. Батыр Жүкембаев келесі жекпе-жегі қарсаңында салмақ өлшеу рәсімінен сәтті өтті. 26 жасар қазақстандық ертең таңертеңгісін 32 жасар мексикалық боксшы Мигель Васкеспен жұдырықтасады. 10 раундтан тұратын жекпе-жек аясында бірінші орта салмақ бойынша WBA континентал және IBF интерконтинентал чемпиондық вакантты белбеулері сарапқа салынады. Екі боксшы да салмақ өлшеуден сәтті өтті. Олар 144 фунт лимитінен аспауы шарт еді. Нәтижесінде Батыр 139-да 2 фунтты көрсетті, ал қарсыласы 138-де 4 фунт екен. Бұл кездесу Канададағы кештің басты жекпе-жегі ретінде тіркеліп отыр. Батырға сәттілік. Айтпақшы, тура осы кеште Аман Қазанқаповтың да жекпе-жек өткізетіндігін айта кету керек. Аман да салмақ өлшеуден сәтті өтіп, алдағы сынға сақадай сай дайын. Өкінішке орай аталмыш кездесуді елімізде бірде-бір телеарна көрсетпейді. Демек, интернет трансляцияларға үңілеміз деген сөз. Кәсіпқой бокста әлі жеңілістің ащы дәмін татпаған Мадияр Ашкеевтің де рингке шығатын мерзімі анықталды. Ұлттық бокс қауымдастығының ресми Twitter аккаунты хабарлағандай, Мадиярдың жекпе-жегі қараша айында өтеді. Әзірге нақты дата мен қарсыластың есімі анық емес. Бұл сәл кешірек белгілі болады. Мадияр соңғы рет рингке 5 шілде күні Алматыда шыққан болатын. Қанат Исламның бокс кешінде ол украиналық Игорь Фанянмен жұдырықтасып, кездесу мезгілінен бұрын тоқтатылды. Себеп қазақстандықтың қабағының жарылуында еді. Кездесу ортан белінен асып кеткендіктен төрешілер сол сәтке дейінгі есептерді саралап, жеңісті Ашкеевке берген еді. Бұл жекпе-жекте НБА чемпиондық белбеуі сарапқа салынған. Ал оның алдында мамыр айында Мадияр Набов Джуниор белбеуін иеленген болатын. Бейне материал ұнаған болса лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Әрқашан спорт әлемінде тек жеңістермен жолығайық.